Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы 8-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы Дулат Исабековтың «Әпке» драмасы, 1-ші акт. Сабағымызға берілген оқу мақсаты шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау. Сабақ соңында күтілетін нәтиже шығармадағы көркемдегіш құралдарды қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтайды. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші, пьесада көтерілген адамгершілік мәселесіне көңіл аударыңдар. Қамажай өзінің інілері мен сіңілісінің болашағы үшін басын бейнетке тігіп бар қиындыққа төзеді. Мұның сыры не? Екінші сұрақ, інілері мен сіңілісі әпкесін қандай қасиеті үшін жақсы көреді? Неге анасындай ардақтайды? Үшінші сұрақ, пьесадағы қай кейіпкер өздеріне ерекше ұнады, себебі неде? Келесі. Жазушы драматург Дулат Исабековтың «Әпке» драмасы 2 бөлімнен тұрады. Қаламгер оны 1977 жылы жазған. Сахналық қойылымға арналған шығарма. Бұл туынды драма болғандықтан кейіпкерлердің сөйлеген сөздері мен іс-қимылдары интонация мен сезімге толы болып табылады. Басты кейіпкер Қамажай алдынан шыққан қиыншылықтарды көтере білген, бауырларына қамқор жан туралы айтылады. Драмада Қамажайдың өмірге құштар жан екені байқаймыз. Ата-анасынан жастай айырылған ол өз өмірін тек бауырларына арнаймын деп жеке өмірі жайлы ойлауды қояды. Оны Қабен атты жігітке, Қабен ол қиын сияқты бауырларымды қиып тастай алмаймын. Олар әлі мен үшін бала, өздігінен өмір сүретіне күмәнім бар деп ұсынысына кері жауап қайтарғаннан білеміз. Драмада ремаркалар тобының аздығы бірден көзге түседі. Ремарка дегеніміз қысқа түсіндіру түрінде келетін автор сөзі. Сондықтан шығарма шиеленісті түрде жазылған, әрі терең философиялық мағынаға ие, көп адамның сұранысын тудыратын шығарма. Ал енді шығармадағы басты оқиғаларға тоқталсақ. Драма шиеленісті оқиғадан басталып, одан әрі өрбиді. Алғашқы оқиға Темірбектің өзінің құрбысын, нақтырақ айтқанда болашақ жарын үйіне қонақ ретінде әкелуден басталады. Сол кезде Нәзиляның бір ауыз сөзінен үйден ұрыс шығып, Гаухардың ренжіп кетуімен аяқталады. Жалпы шығармада Қамажай өте сыпайы, мейірімді, жан-жақты келген, қыспақтардан соңында ауруға шалдығады. Қабденнің Қамажайға жасаған ұсынысы тосыннан болғандықтан ол ойланбай жауап береді, бірақ жүрегінде өте үлкен сезімді жасыра алмайды. Камиляның өзінің баласын алдырып тастағандықтан Қамажай оны шапалақпен тартып жібереді. Оған ашуланған Темірбек үйінен кетіп қалады. Қамажайдың шарасыздығы сонша келіннен кешірім сұрауға дейін барады, бірақ соңынан Темірбек бұл ісіне өкініп кешірім сұрап келеді. Жалпы шығарма оқиғаға толы қызықты болып келеді. Бізде кері байланыс тапсырмасы 6-шы тапсырма оқулығымыздағы 187-ші бетте. Бұл жерде бізге сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап беру. Бізге 5 сұрақ берілген. Бірінші сұрақ: пьеса кейіпкерлері туралы қандай ой түйдіңдер? Пьесадағы қай кейіпкерлер ерекше ұнады, себебін түсіндіріңдер. Екінші: адамның бақыты дегенді қалай түсінесіңдер? Үшінші: қазақша аты Сұлухан, аты не очень удачный ат, сондықтан Светлана деп кеткенбіз деген пікірге қосыласыңдар ма? Төртінші: егер автор болсаңдар, пьесаны қалай аяқтар едіңдер? Бесінші: шығармадағы материалдық және рухани құндылықтар туралы ойлармен бөлісіңдер. Бұл бізде оқулықтағы тапсырма болатын, осы кері байланыс тапсырмасы. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.